Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бауырдан жасалған өте тойымды салат түрін көрсететін болам. Менімен бірге болыңыздар. Маған керек заттар: мұнда қайнатылған жұмыртқа, картошка, суға қайнатып алған осындай бауыр, майға қуырып алған морковь пен жуа. Сосын консервідегі корнишондар керек. Алдымен бисмилля деп картошкаларымызды теркінің үлкен жағынан өткізіп алатын боламыз. Картошкаларды осылай тарелкамызға орналастырамыз. Салатымыздың астына бірінші осылай картошка кетеді. Бетіне осындай приправа себеміз. Корнишондарды ұсақтап кубиктеп тураймыз. Бауырды да осылай теркінің үлкен жағынан өткізетін боламыз. Теркіден өткізіп алған бауырды осылай бетіне жіберетін боламыз. Майға қуырылған сәбіз бен жуаны осылай салатымыздың бетіне жіберіп жатырмын. Теркінің майда жағына өткізейін деп тұрмын. Енді осының үстіне қайнатылған бауырдан теркінің майда жағынан өткізіп саламыз. Міне осылай бір жағына кукуруз салдым. Енді бір жағына сәбізден оформление жасайтын боламын. Ол үшін маған мындай жіңішке қылып өткізетін терка керек. Қыздар, менің салатым міне өте әдемі шықты. Осылай жасап дастарханыңыздың сәнін келтіріп қойсаңыздар болады.